отандықтар, партияластар, біз бүгін Нұр Отан партиясының саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында ұлтымыздың ең ұлық мерекесі тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында кездесіп отырмыз. Осынау айшықты кезең өткенімізді тағы бір саралап, партия тарапынан берілген сайлау алды уәделердің орындалу барысын талқылап, болашақты атқарылатын ауқымды істерді нақтылап алуымыз керек. Бүгін жиынға президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, Нұр Отан партиясының саяси кеңесі мен бюро мүшелері, депутаттар, премьер-министр бастаған үкімет мүшелері, өңір басшылары, Жас Отан жастар қанатының лидерлері, барлығы 500-ден астам адам бейне байланыс арқылы қатынасып отыр. Қажетті кворумымыз бар, жұмысымызды бастайық. Құрметті нұр отандықтар, біз 30 жылда ғасырға тұрарлық ғаламат істер атқарып, сынаққа толы күрделі жолдан өттік. Егемен ел болып, экономикадан нығайтып, халықтың тұрмысын жақсарттық. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары шаңырағымызды шайқалтпай, 100-ден астам этнос пен 40-тан астам конфессия өкілдері мекендейтін елімізде бірлік пенен келісімді сақтаудың маңызы зор болды. 30 жылда Қазақстанды әлем жұртшылығы тәуелсіз, экономикасы қуатты, бейбіт сүйгіш мемлекет ретінде мойындады. Арқа төсінде жаңа астанамызды салып, ұлтымыздың рухани орталығы Түркістан қаласын қайта түлеттік. Мұның бәрі бірлесе атқарылған жұмыстың, маңызды мемлекеттік шешімдер мен батыл реформалардың жемісі. Әлем үшін үлкен сынақ болған мынау пандемия, экономикалық дағдарыс пен геосаяси шиеленістер өршіген қазіргі кезеңде Қазақстан іргесі мықты, бірлігі бекем ел екенін дәлелдеп отыр. Осы жылдар ішінде Нұр Отан елдегі саяси процестердің қозғаушы күші әрі реформаларды ілгерілетуге мүдделі, шынайы жауапкершілікке ие билеуші партия ретінде қалыптасты. Дорогие друзья, благодаря последовательным политическим реформам сегодня в нашей стране действует эффективная многопартийная система, отвечающая самым высоким демократическим стандартам. В текущем году впервые в нашей стране выборы в законодательные и представительные органы прошли по пропорциональной системе. Также была введена практика прямых выборов акимов сельских округов. Эти шаги усиливают конкуренцию в партийном поле, а также повышают ответственность и подотчетность всех партий. Партия успешно завершила перезагрузку, провела первые праймериз, выдвинула новых лидеров. Широко обсудив с населением, обнародовала ориентированную на все социальные группы программу «Путь перемен, достойную жизнь каждому». Сегодня же мы заслушаем, как в центре на местах исполняется предвыборная программа партии. С отчетами выступят члены Бюро Политсовета, премьер-министр, руководители фракции в Мажилисе. После них приступим к обсуждению вопросов повестки дня. Если нет других предложений, позвольте предоставить слово премьер-министру, члену Бюро Политического совета Аскару Узакбаевичу Мамину. Тәуелсіздік жылдары қол жеткізген нәтижелері елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын елеулі көрсеткіштерін қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. 30 жылдың ішінде жалпы ішкі өнім 17 есе өсті. Сыртқы сауда айналым көлемі 100 миллиард долларға дейін өсті. Жалпы елдің халықаралық резервтері 99 миллиард долларға дейін өсті. Елге 400 миллиард долларға жуық тікелей шетелдік инвестиция тартылды. Қазақстан тәуелсіз мемлекеті достастығы елдер арасындағы жан басына шаққанда шетелдік инвестициялар тарту бойынша бірінші орында. Жеке бастамаларды қолдау мен дамыту 2021 жылы экономикалық шағын және орта бизнес үлесін жалпы ішкі өнімнің 33%-на дейін ұлғайтуға мүмкіндік берді. Бұл сектордағы жұмыспен қамту 4 миллион адам дейін ұлғайды. Өңдеу өнеркәсібін дамыту аясында 500-ден астам жаңа өнім түрін шығару жолға қойылды. Елімізде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым салу бойынша жобалардың жүзеге асу қарқыны жоғары.
Активное взаимодействие с фракцией партии в парламенте, а также с центральным аппаратом партии Нур-Отан позволило обеспечить исполнение 136 мероприятий из 362 дорожной карты, в том числе 34 исполнены полностью, 226 мероприятий находятся на исполнении. В рамках первого направления программы «Равные возможности для всех» исполнено 43 мероприятия, обеспечить реализацию потенциала каждого казахстанца. Для получения высшего образования по востребованным специальностям увеличено количество грантов на 5000. Охват дошкольного воспитания и обучения детей в возрасте от 3 до 6 лет увеличен до 99,1%. В результате открытия 33,5 тысяч новых мест в детских садах. В рамках второго направления «Интеллектуально здоровая и бережливая нация» исполнено 15 мероприятий. Приобретено 1010 единиц медицинского оборудования для районных больниц, в том числе родильных домов. В каждом регионе обеспечен необходимый резерв лекарственных средств, изделий медицинского назначения, а также повышенный уровень оснащенности медицинским оборудованием. С учетом новых вызовов и возможностей в рамках третьего направления устойчивого развития экономики регионов исполнено 40 мероприятий, ориентированных на формирование класса сильных предпринимателей, повышение занятости и доходов населения, развитие городов и сел. В рамках целевого привлечения инвестиций сформирован пул из более 3000 проектов на сумму 45 триллионов тенге. В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей через механизм форвардного закупа законтрактовано 770 тысяч тонн сельхозпродукции. Рахмет, Аскар Узакбайұлы. Я думаю, был исчерпывающий доклад, содержание которого члены Политсовета, члены нашей партии должны использовать для пропаганды и рассказа накануне 30-летия, чего достиг Казахстан, и мы все вместе с вами совместно работой достигли. Это яркие показатели. 30 лет – это мгновение для истории, но мы успели очень многое. Правительством и регионами и сейчас, как вы видите, проводится очень большая работа. Вот этот темп, который есть, нельзя снижать. Аскар Узакбаевич, уверен, что при правильно построенной работе обещания, данные нашим избирателям, будут выполнены качественно в срок, и мы всегда были партией реальных дел. То, что мы говорили, мы исполняли. Неисполняемых вещей мы не говорили. Следующее слово предоставляется председателю Мажилиса парламента, руководителю фракции партии Нур-Отан в Мажилисе Нурлану Зайроллаевичу Нигматуллину. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, құрметті әріптестер, Нұр-Отан партиясының бүгінгі саяси кеңес отырысы Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл толатын тарихи кезеңде өтіп отыр. Осы уақыттың ішінде мемлекетіміз сіздің аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы көреген салиқалы саясатыңыздың арқасында барлық салада үлкен табыстарға жетті. Елбасы тарихпен алғанда аз ғана уақыттың ішінде Қазақстанды барлық қиындықтардан аман-есен алып шығып, абырой асқақ, беделі жоғары, өркениетті ел қатарына жеткізді. Осы табыстарымызды қазіргі уақытта мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жалғастырып, елімізді одан әрі даму жолында тиімді реформалар және нақты қадамдар жасап келеді. Бұл жолда Нұр-Отан партиясы, оның ішінде парламенттік фракциясы әрқашанда халықтың қолдауына ие болып, өз жауапкершілігін сезіп, әрбір жүктелген міндетті тиісті деңгейде орындап келеді. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы 14 қаңтарда өткен Нұр-Отан партиясы фракциясымен жаңа мүшелермен кездесу болған кезде фракция депутаттарының алдында маңызды стратегиялық міндеттер қойдыңыз. Осыған байланысты біз үкіметпен бірлесіп, бір айдың ішінде партияның сайлау бағдарламасын іске асырудың арнайы жол картасын әзірледік. Сразу после утверждения дорожной карты каждый из ее 362 пунктов был закреплен за конкретным депутатом фракции и в соответствии с отраслевой направленностью закреплен за профильным комитетом палаты. Таким образом, процесс мониторинга и контроля был персонифицирован, и каждый пункт этого плана по всем 4 направлениям сегодня контролируется депутатом фракции. Все это позволило выработать четкий алгоритм взаимодействия фракции и правительства по мониторингу и контролю за реализацией дорожной карты. В чем заключается
данный алгоритм. Как я говорил выше, фракция закрепила за каждым из 362 пунктов дорожной карты конкретного депутата, который держит ее ход реализации на постоянном контроле. А правительство во всех профильных министерствах определило должностных лиц на уровне вице-министров, ответственных за взаимодействие с депутатами фракции. И эта связка депутат-вице-министр сегодня эффективно взаимодействует, ежедневно контролируя ход исполнения дорожной карты. Кроме того, каждый из закрепленных депутатов, который контролирует свои пункты дорожной карты, может, что называется, сверить часы с правительством на еженедельных заседаниях правительственного штаба, что дает возможность обеспечить прежде всего эффективность контрольных мероприятий. Наряду с этим мы вместе с премьер-министром каждые 2 недели осуществляем контроль хода реализации дорожной карты, проводя оперативные совещания в режиме видеоконференц-связи. В результате на сегодняшний день из 362 пунктов дорожной карты исполнено 136. Это выше 37%. В том числе исполнены полностью 34 пункта. На исполнении находится 226 пунктов этого документа. И эта работа по взаимодействию и контролю в данном формате будет продолжена. Дорожная карта полностью интегрирована в новую систему государственного планирования. То есть все задачи, поставленные партией, нашли отражение и в структуре национальных проектов, утвержденных президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Еще один важный блок – это законодательное обеспечение фракции предвыборной программы партии. Здесь депутаты приоритетно сконцентрировались на законодательной поддержке предвыборных обязательств партии, что позволило досрочно исполнить ряд пунктов о принятии законов по вопросам социального предпринимательства, инклюзивного образования, социальной защиты отдельных категорий граждан. В целом, фракция Нур-Отан Мажилиси, как фракция парламентского большинства, ведет и впредь будет вести системную и инициативную деятельность, чтобы проводить в жизнь все идеи и все стратегические замыслы Ельбаса и законодательно обеспечивать все поручения главы государства. Мы понимаем, что сейчас, когда страна переступает 30-летний рубеж своей независимости, перед Казахстаном стоят новые амбициозные цели и задачи. У нас есть все, чтобы достичь их. Главное – то, что тот надежный запас прочности, который заложен благодаря историческим преобразованиям Ельбаса Нурсултана Абишевича Назарбаева, и те системные реформы, которые инициирует сегодня президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, безусловно, позволят нам не только выстоять в это непростое для всего мира время, но и, я уверен, позволят нам добиться еще более устойчивого роста экономики и повышения благосостояния казахстанцев. Хочу от имени всех депутатов фракции Нур-Отан Мажилиси заверить, что все задачи, которые ставятся сегодня руководством партии и страны перед нашей фракцией, будут успешно выполнены. Спасибо, Нурлан Зайруллаевич, и спасибо всем членам фракции Нур-Отан в парламенте, которые сейчас присутствуют. Мы считаем, что важная роль реализации предвыборной программы, естественно, принадлежит фракции партии Нур-Отан в нашем Мажилисе. В целом, депутатский корпус работает эффективно, обеспечивая законами нашу дорожную карту, а также послание нашего президента. Мы наблюдаем, что выстроен четкий механизм контроля реализации дорожной карты по исполнению наших обязательств. Фракция должна и дальше тесно, слаженно работать с правительством, и, имея большинство в Нижней Палате, фракция ответственна за качественное законодательное сопровождение и должный контроль хода исполнения программы. Мы всегда говорим, что планы есть у нас, программа есть, но жизнь всегда вносит свои коррективы. И это нужно вовремя замечать, вовремя объяснять и наметить новые планы их осуществления. Так что продолжить в таком же духе. Следующее слово предоставляется члену фракции партии, депутату Мажилиса парламента, председателю Общественного совета Нур-Отан по региональному развитию Юлии Владимировне Кучинской. Пожалуйста.
Глубоко уважаемый Нурсултан Абишевич, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, дорогие однопартийцы, независимость – это фундаментальная ценность нашего народа. В первые 30 лет ее становления – особый период, достижения которого навсегда останутся в нашей истории. От всей души поздравляю вас с этим знаковым событием. Для системного контроля реализации программы созданы более 1700 советов с участием активных представителей гражданского общества. Сформированная до районного уровня вертикаль позволяет оперативно решать проблемы там, где они возникают. В соответствии с концепцией слышащего государства на площадках советов происходит выработка предложений по актуальным направлениям развития страны и регионов. Все это реализуется через конструктивный диалог между властью и гражданским обществом. Мне оказано доверие быть руководителем Республиканского общественного совета по развитию регионов. Это большая ответственность. Решение проблемы социальных дисбалансов и развития регионов – один из ключевых приоритетов нашей стратегии «Казахстан-2050». Совет проводит работу как по системным вопросам регионального развития, так и актуальным проблемам жителей городов и сельских населенных пунктов. В продолжение реализации инициированных Елбасы 5 институциональных реформ сегодня под руководством президента нашей страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева проводятся масштабные политические реформы по децентрализации системы государственного управления. Это важный шаг на пути дальнейшей демократизации общества, развития многопартийности и расширения участия граждан в процессах принятия решений. В этих условиях большое значение имеет институциональное укрепление политических партий на местах с целью их качественного развития и усиления межпартийной конкуренции. Аса мәртебелі Нұрсұлтан Әбішұлы, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, саяси кеңеске қатысушылар. Ел дамуының стратегиясына 5 институционалдық реформа мен мемлекет басшысының халыққа жолдауына негізделген Шымкент қалалық партия бағдарламасының уақытылы әрі сапалы іске асуы біз үшін үлкен сын, ел аманаты. Аса мәртебелі елбасы, сіздің тарихи бастамаңызбен Шымкентке республикалық мәртебе берілуі, Түркістан қаласының облыс орталығы және рухани астана ретінде қайта түлеуі, тұтас өңірдік жаңаша сипаттау өркендеуіне жол ашты. Сіздердің ұдайы қолдауларыңыздың, қала халқының, партияластардың тынымсыз еңбегінің арқасында жол картасының биылғы жылғы бөлігі 90%-ға орындалды. Оңтүстік өңірдегі халық санына сәйкес адами капиталдың дамуы ерекше назарда. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының жолдауында берілген тапсырмасына сәйкес 5 жылда 101 мектеп салу жоспарланды. Биылдың өзінде 24 мектеп пайдалануға берілді. Қазіргі таңда 1,16 миллион шаршы метрлік 275 тұрғын үй салынуда. Кезекті тұрған 6000 астам отбасы баспаналы болмақ. Құрметті партияластар, елбасымыз айтқандай, біз болашағымыздың бағдарын өткенімізді зерделей, жасалған істі бағалай отырып қана айқындаймыз. Осы 30 жылда шаһарымыздың халық саны 400 мыңнан 1 миллион адамға жетті. 91 жылы қалада 72 ғана мектеп болса, бүгінде 202 мектеп ұрпағымызға білім беруде. Тәуелсіздіктің таң атқанда 68 мың оқушы болса, қазір олар 250 мыңнан асады. Әлеуметтік нысандар саны еселеп артты. Заманауи аэропорт қолға алынып, Батыс Қытай, Батыс Еуропа дәлізінің ортасында орналасқан Шымкент әлеуеті зор. 9 жолдың торабындағы алып шаһар болды. Елбасының салиқалы саясатының, мемлекет басшылығының қолдауының, ынтымақтың арқасында қол жеткізген бұл жеңістер баршамызға ортақ. Аса мәртебелі Нұрсұлтан Әбішұлы, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіздер жүргізіп отырған сындарлы саясатының нәтижесінде еліміздің 30 жылдық жетістіктері алдағы болашаққа айрықша серпін беріп, Нұр Отан партиясының бағдарламасы аясында Шымкент қаласы жаңа белестерді бағындыратынына сенімдімін. Ел аманаты мен партия міндеттерін толығымен әрі ойдағыдай орындаймыз. Глубоко уважаемый Нурсултан Абишевич,
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, дорогие однопартийцы, как руководитель фракции я отвечаю за контроль исполнения предвыборной программы в Павлодарском районе. За каждым из депутатов нашей фракции закреплены конкретные индикаторы. Формы контроля разные. Партийный мониторинг, отчеты местных исполнительных органов на собраниях фракции, на заседаниях территориальных советов с участием общественности, выезды на объекты. Сейчас вводится публичный рейтинг депутатов Нур-Отана. Один из главных критериев – постоянная связь с населением. Живые встречи позволяют открыто обсуждать проблемы, вместе находить пути решения, убеждать и держать руку на пульсе. Мы, учителя, понимаем важность того, как правильно донести и объяснить достижения страны подрастающему поколению. И, как говорит моя бабушка, мой самый активный сторонник, мой критик, надо ценить то, что имеешь. Буквально недавно мы провели совет матерей нашей ассамблеи, обсуждали вопросы сельских женщин-предпринимателей. На практике мы видим, что создание ассамблеи на заре независимости было одним из мудрых решений руководства страны. Кто бы что ни говорил, мы здесь живем в полном взаимопонимании. Говорим как на казахском, так и на русском языках. Нет никаких ограничений. Казахстан – это наша родина. И именно нам решать, как нам жить и разговаривать между собой. Спасибо, Вера Александровна, за четкое душевное выступление. Передайте мои самые добрые пожелания вашей бабушке. Ее высказывание важно для всех. Аса мәртебелі Нұрсұлтан Әбішұлы, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, қадірлі партияластар. Мен тәуелсіздік буыны деп аталатын 90 жылдар дүние есігін ашқан ұрпақтың өкілімін. Біз дербес Қазақстанда тудық, еркін қоғамда өмір сүріп, шетел аралап, сапалы білім алдық. Осы 30 жыл ішінде жүзеге асқан өзгерістер елімізді нығайтып, халықтың өмір сапасының артуына серпін берген біз жете түсінеміз. Бұл ретте билеуші партия Нұр-Отанның рөлі ерекше. Партия өзгерістерін бастауында тұрып, олардың іске асыруына барша жұртты жұмылдыра салсуда. Дәл мен үшін маңызды мәселе Нұр-Отан партиясын жастардың саяси өмірге араласуына мүмкіндік жасап, әлеуметтік сатын нақты механизм іске қосқанында. Өткен сайлауға жастардың көптеп қатысуы, нәтижесінде өкілді органдарға өзім сияқты азаматтар саны 20%-ке дейін артуы осыған нақты дәлел. Мәселен, сайлау алдында өткен партия ішілік іріктеу, праймериз, өзіміздің қоғамда ғана емес, шетелде де оң пікірге ие болды. Биыл тұңғыш рет өткен ауыл әкімдерінің тікелей сайлауы осыны айтуға да болады. Мен алдарыңызға батыстағы Бөрлі ауылын Нұр-Отаннан сайлаған әкімі ретінде шығып тұрмын. Туған жердің дамуына үлес қоссам деген талпынысымды қолдаған жерлестеріме, партиямызға, ел басшылығына үлкен алғыс білдіремін. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, сіздің тапсырмаңызбен жақында жаңадан сайланған ауыл әкімдерінен болашақ аудан әкімдері сайлауға түсетін партиялық кадрлық резерв жасақталған естіп қуанып қалдық. 4000-нан аса халық тұратын біздің ауыл еліміздің батысындағы Ресеймен шекаралас аймақта жатыр. Осы орайда құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіздің шекара маңындағы елді мекендер туралы өткенде берген тапсырмаңыз тұрғындардың көкейіндегісін дөп басты. Аса мәртебелі Нұрсұлтан Әбішұлы, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, қуатты мемлекет дегеніңіз мықты аймақтар деп сіздер айтқандай, партияның сайлауалды бағдарламасын мемлекет көлемінде іске асуы әрбір елді мекенде қол жеткізген жетістіктерден тұрады. Егер әрқайсымыз өз деңгейімізде жемісті болсақ, партия айтқандай қиындықты еңсеріп, үлкен жеңіске бірге жетеміз. Құрметті партиялықтар, қадірлі қазақстандықтар, осы жылдар ішінде қалыптасқан көп партиялық жүйе еліміздің тірегіне айналды. Бұл орайда Нұр-Отан партиясының саяси салмағы басым екені анық көрінді. Біз еліміздің партиялық саяси жүйесін біртіндеп әрі жан-жақты саралай отырып дамыттық. Бұл мәселеге ішкі дайындықпен келдік. Жүйесіз реформалар халықтың демократияға деген сенімін жоғалтып, түрлі шиеленістер тудырады. Және территориядан айырылған жағдайлар тарихта да аз емес. Тәуелсіздікті сақтау біздің болашақ ұрпақ алдындағы парызымыз. Сондықтан Нұр-Отан партиясы тұрақтылық пен татулыққа, әлеуметтік экономикалық прагматизмге, орнықты дамуға негізделген
және тұтас қоғамның мүддесіне сай келетін саясат жүргізуде. Уважаемые соотечественники, Казахстан вступает в следующем месяце в 4-е десятилетие своей независимости. Это эпоха больших перемен, сложных и на самом деле судьбоносных решений. В настоящее время наблюдаем, что обуздать пандемию коронавируса не удается. Происходят закономерные изменения, в том числе и по причине ускоренного внедрения информационных технологий, зеленой энергетики. Меняются и сам человек, и его сознание, и ценности, представления о мире и будущем. Мир трансформируется, а скорость изменения нас всех поражает. И уже очевидно, что скоро человечеству придется столкнуться с рядом серьезных вызовов. Во-первых, повседневной реальностью станет борьба с новыми пандемиями. Всемирная организация здравоохранения уже призывает международное сообщество начать подготовку к появлению новых вирусов. Во-вторых, усиливаются негативные последствия экологических проблем, глобального потепления. По прогнозам ООН, новым вызовом для человечества станет изменение климата. По этой причине только в этом году мировые цены на продукты питания выросли на 30%. Это является рекордным показателем за последние 10 лет. Аномальная жара привела и у нас к падежу скота, нехватке кормов. Нам пришлось перемещать корма из одного региона в другой, чтобы спасти животных. И снижению урожая в этом году. Ключевой темой для Казахстана является истощение водных ресурсов. Считаю, что в целом вопросы экологии должны стать одним из самых приоритетных для страны партии Нур-Отан. В-третьих, меняющийся уклад глобальной экономики приведет к исчезновению целых отраслей, снизив конкурентоспособность многих стран. Мировое сообщество твердо намерено к 2050 году достичь углеродной нейтральности. Уже наблюдается внедрение новых экологических стандартов. К 2030 году 190 стран планируют полностью отказаться от угля. Все это требует от нас серьезных инвестиций, изменений в структуре нашей экономики. Мы одна из самых энергоемких стран мира, использующих ископаемое топливо. Эпоха господства углерода постепенно завершается. На смену ей приходит время зеленой энергетики. В этих условиях развитие Казахстана будет определяться развитием инноваций, уровнем цифровизации и качеством человеческого капитала. В-четвертых, нарастающая геополитическая напряженность будет обострять разногласия между странами. В условиях сжимающихся геополитических тисков Казахстану важно сохранить свою многовекторность. Следует продолжить развивать партнерские отношения со всеми ключевыми странами, прежде всего с соседями. В-пятых, радикализация общественных настроений и ценностей будет усиливать политическую разобщенность. Новая реальность углубляет социальное расслоение общества, государств и целых регионов. Мир захватывает откровенный популизм, меняя мировоззрение и поведение людей, оказывая давление на традиционные устои и семейные ценности. Глобальная нестабильность продлится не год и не два. Хочу еще раз подчеркнуть, что нам надо придерживаться центристских позиций, максимально опирающихся на интересы самых широких слоев граждан. Объединять, а не разъединять людей. Вот задача партии. Наша история доказала верность этого пути. Сегодня под руководством президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева реализуется комплекс социально-экономических и политических реформ. Важное значение приобретает их законодательное обеспечение. Так как с начала работы нового парламента в портфеле Маджлиса находится 128 законопроектов. Принято уже 80 законов. Из них 19 были разработаны депутатами фракции Нур-Отана, что говорит об активном использовании ими своих прав в законодательной инициативе. В целом, хочу подчеркнуть, что депутаты успешно отработали
непростой период пандемии, своевременно принимая законы, направленные на поддержку антикризисных мер правительства в экономике и социальной сфере. Сейчас депутатский корпус должен продолжить эту работу. Важно, чтобы все казахстанцы консолидировались вокруг государственного курса президента и вместе работали над его реализацией. Партия Нур Отан должна активно заниматься этим вопросом, объединяя власть и общество. Вы хорошо знаете, что я стоял у истоков создания партии нашей и возглавляю ее все эти почти 27 лет. И знаю, что будет важным, если партия Нур Отан будет возглавлять президент страны, который определяет политику и стратегию. У нас всегда так было. Мы это должны тоже решить, опираясь на устав нашей партии. Это важный шаг, на который нужно пойти, чтобы продемонстрировать наше единство. Я всегда все равно остаюсь с вами, как основатель партии, как важный член партии, но мы должны следовать логике нашей жизни и будущего. Уважаемые однопартийцы, сегодня Нур Отан – главная политическая сила страны. За 20 лет становления в качестве правящей партии она воплощала масштабные реформы по повышению благосостояния, укреплению нашей независимости. Международный опыт свидетельствует, что для становления сильного государства после приобретения независимости в развитое гражданское общество необходимо 40-50 лет стабильного движения страны вперед. Именно долгосрочное лидерство правящих политических партий во многих процветающих странах было условием успеха социально-экономического роста. Так было в Швеции, так было в Японии, Сингапуре, Малайзии. Залогом эффективности правящих партий были ясные цели, конкретное видение развития страны, политическая воля и, главное, поддержка народа этой партии. Конечно, порой история вносит свои коррективы, я это всегда говорю, когда предлагаю новые стратегии, под которые нам приходится подстраиваться. Тем не менее, наша глобальная цель не меняется. До 2050 года должна войти Казахстан в число 30 самых развитых стран мира. Конкретный план, заложенный в стратегии Казахстана 2050, партии важно обеспечить свое долгосрочное лидерство, которое будет фундаментом преемственности и стабильности государственного курса. Для этого партия в своей работе должна следовать 5 ключевым принципам. Первое. Нур Отан всегда должна идти в ногу со временем. Эпоха перемен, в которую вступил мир, будет отражаться на нашем обществе. Партия должна постоянно модернизироваться, быть современной, мобильной, оставаться в фарватере изменений. Второе. Нур Отан всегда должен руководствоваться интересами народа. Партия должна знать чаяния простых казахстанцев, ставить их во главу своей ежедневной работы. Необходимо использовать все возможности для улучшения качества жизни народа. Решая конкретные проблемы населения, мы способствуем развитию всей страны. В свою очередь, мы можем рассчитывать и на то, что потенциал созидательной энергии и знания каждого гражданина будут направлены на благо страны. Третье. Нур Отан должен озвучивать ясные цели и реальные пути их достижений. Все, что сказано, должно быть сделано. Партия всегда должна обеспечивать реализацию предвыборных обещаний. Это лучшее лекарство от опасного для нашего общества популизма. Четвертое. К своим целям мы всегда должны идти сплоченной, единой командой. Важно эффективное взаимодействие как органов власти, так и общественных институтов. Речь идет не только о наших партийцах в парламенте, но и маслихатах всей исполнительной вертикали. Палата предпринимателей Атамекен, Федерация профсоюзов и другие крупные неправительственные организации должны работать вместе на благо народа, опираясь на ресурсы и возможности партии Нур Отан. Пятое. Нур Отану нужно консолидировать общество вокруг ценностей партии, являющихся фундаментальным для всего нашего народа.
Объединяющая идея – это процветание Казахстана и повышение благосостояния наших граждан. Заложенные в политической платформе партии 7 ценностей понятны и близки каждому казахстанцу. Это человек, свобода, верховенство закона, справедливость, солидарность, устремленность в будущее, семья и традиции. Эти ценности составляют основу центристской платформы Нур-Отана и нашего государственного курса, позволившего Казахстану пройти 30-летний путь без потрясений. Сейчас, когда в мире происходит радикализация общественных настроений, кризис традиционных ценностей, необходимо продолжать следовать этим постулатам успешного развития. Құрметті отандастар, біз тәуелсіздіктің 30 жылдығын айтулы жетістіктермен қарсы алып отырмыз. Қуатты елге айналып, бірліге бекем қоғам құрдық. Сындарлы саясат жүргізіп, әлеуеті зор нарықтық экономикалық жүйе қалыптастырдық. Ең бастысы, бабаларымыз ғасырлар бойы аңсап өткен тәуелсіздікке қол жеткізіп, елдігіміз қайта жаңғырды. Әлем қартасында Қазақстан деген егемен елдің ойып тұрып орын алуы үшін аянбай еңбек еттік бәріміз. Ендігі кезекте осы жетістіктерімізді еселеп арттыру ел ынтымағы мен тұтастығына байланысты. 30 жылда Қазақстанда дүниеге 9,5 миллионнан астам сәби келіпті. Олардың алдыңғы шебі орда-бозар 30-ға толып отыр. Бұл көзі ашық, көкірегі ояу, ойы озық жаңа буын. Қазақстанда мәңгілік ел ету осы ұрпаққа жүктелетін тарихи миссия деп санаймын. Осы орайда жаңа дәуірдегі қазақстандықтарға бағдар болатын елдіктің 7 тұғыры атты қағидаттар жиынтығын ұсынамын. Бұл 30 жылдық белесті елмен бірге өткерген елбасы ретінде менің жас ұрпаққа жолдары үндеуім деп қабылдаңыздар. Бірінші, тәуелсіздік кез келген азамат үшін ең қастерлы құндылық. Тарихымызға құрметпен қарап, елдігімізді қадірлеу, оны қорғау әрбір қазақстандықтың міндеті. Еселі еңбекке арналған 30 жыл ұлт тарихында алтын әріппен жазылар анық. Әлемде көлемі жағының 9-шы орын алатын байтақ атырапты еншілеу жаратқанның халқымызға берген баға жетпес несібесі деп білеміз. Қазақтың барша арман мақсатының орындалуы тек тәуелсіз мемлекет, дербес ұлт жағдайында ғана мүмкін екенін ұмытпауымыз керек. Тәуелсіздікті нығайту, экономиканы нығайту. Экономика болмаса, жағдай болмаса, тәуелсіздікті де ұстай алмаймыз. Бұл барша халықтың еңбегімен келеді. Сондықтан жас ұрпақ ел игілігі үшін әрдайым еңбек етуге дайын болу керек. Екінші, бірлік пен келісім елдігіміздің мызғымас тұғыры. Бүгінде бірлік пен этносаралық татулықты сақтау жолында 30 жыл бойы жүргізген сындарлы саясаттың жемісін мінекей көріп отырмыз. Бір шаңырақтың астында тату тәтті ғұмыр кешіп, татулық пен сыйластықты қамтамасыз етуде Қазақстан халқы ассамблеясының әлеуеті зор. Конституцияны қастерлеу, мемлекеттік тілді білу, ұлттық құндылықтарды қадірлеу әр азаматтың парызы. Үшінші, жер ата-баба мұрасы, халық қазынасы. Жерден қасиетті еш нәрсе жоқ. Қазақ үшін ел мен жер тұтас ұғым. Тарихымыздағы соғыс атаулының бәрі ел мен жерді қорғау үшін болған. Біз тәуелсіздікті жариялай салысымен шекарамызды құжат жүзінде бекітіп алуға күш жұмсадық. Адамзат тарихында тіпті қазіргі кезеңде де даулы территорияның соғысқа қантөгіске алып келіп жатқанын көріп отырмыз. Мен өскелең ұрпақты осындай қауіптен сақтап қалу үшін барымды салдым. Енді ата-баба аманатын адал болып, ұлан ғайыр жерімізді қорғау, оны болашақ ұрпаққа мирас ету біздің ортақ борышымыз. Төртінші, отбасы мен салт дәстүр қоғамның алтын діңгегі. Отанға деген сүйіспеншілік өз отбасыңа, ата-анаңа, бала-шағаңа, ауыл аймағыңа, еліме деген махаббат пен жанашырлықты басталады. Отбасы ұрпақ тәрбиесінің ұстаханасы, қоғамдық қатынастардың бастауы саналатын бірегей институт. Қай кезеңде де біз үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсетуді дәріптейтін ата дәстүрімізді берік ұстануымыз қажет. Отбасы институты әлсіреп, салт дәстүріміз ұмытылса,
ел болып қалуымыз екіталай. Сол үшін дәстүрдің озығын алып, тозығын тастап, елдік болмыстың өзегін сақтай білуіміз керек. Сонда ғана саналы ұрпақ тәрбиелейміз. Бесінші, ұлттық мәдениет халықтың рухани тірегі. Біз тамыры тереңнен бастап алатын ұлы көшпенділердің ұрпағымыз. Болмысы ерекше рухани мәдени мұраларға бай халықпыз. Қазіргі таңда бәсекеге қабілетті болу үшін бірегей ұлттық мінез, асқақ рух керек. Мұндай қасиеттер тарихты білу, мәдени құндылықтар тану арқылы келеді. Өркениетті 30 елдің қатарына қосылуда материалдық құндылықтармен қатар рухани байлықтың маңызы зор. Сол үшін мәдениет бізді зерделеп, өзге жұртқа насихаттай білген абзал. Басқа халықтарды тек өнер құдіретіменен, ғылыми ізденіспенен ғана мойындата аламыз. Алтыншы, білім мен еңбек бақуатты өмірдің кілті. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деп дана Абай бабамыз айтқандай, біз тек өз біліміміз бен күшімізге сенуіміз керек. Елімізде талантты әрі дарынды алғыр өжет жастар жетерлік. Әлемнің алпауыт компанияларында олар жұмыс істейді. Халықаралық деңгейде ғылыми жаңалықтар ашып жатыр. Түрлі салада еңбегімен танылып жүрген жалынды жастарды көргенде ерекше қуанамын. Бұл біздің үмітіміздің ақталғаны. Мен жалпыға ортақ еңбек қоғамын құру туралы идеяда оның 5 принципін айтқанмын. Эволюциялық даму, ортақ жауапкершілік, өзара серіктестік, ынталандыру мен кәсібилік. Онсыз кез келген қоғам көштің соңында қалуы мүмкін. Ендеше табыстың кілті үздіксіз білім алу, тынымсыз еңбек ету. Адал еңбек қана адамды мұратына жеткізеді, бақытқа жеткізеді. Осыны жастардың санасына сіңіру қажет. Жетінші, прагматизм бәсекеге қабілетті болудың кепілі. Біз қолда бар ресурс пен мүмкіндікті пайдалануға, нәтижелі жұмыс атқаруға және көздеген мақсатқа тиімді қол жеткізуге тырысуымыз керек. Қазір елімізде жастардың өзін-өзі дамытуына, білімін жетілдіруіне, сүйікті ісімен айналысуына мүмкіндік мол. Сондықтан прагматизм принциптері бойынша барынша қанағатшыл, үнемшіл, ұстамды болып, уақытты орынды пайдалануға талпынған жөн. Осылайша біз тәуелсіздігімізді баянды етіп, ел тұтастығын сақтап, отбасылық құндылықтарды жаңғыртып, ұлт мәдениетін насихаттап, терең білім мен адал еңбекке ден қойған жасампаз ел болайық. Елдіктің 7 тұғыры дегеніміз міне осы. Ардақты ағайын, алдағы 30 жыл елдігімізді нығайтудың жаңа кезеңі болары хақ. Ол әр азамат ұлтымыздың болашағы үшін жауапкершілікті өз мойнына алып, оны толық сезіне білген кезде жүзеге асады. Елдің ең ірі саяси партиясы ретінде Нұр Отан осы бағытта атқарылар істердің алдыңғы шебінде болуы керек. Енді кезекте осы мерейлі күнге жеткізген ырысымызды арттырған, жаратқанға шүкіршілік етіп, бұдан да биік асуларға жету үшін және тәуелсіз Қазақстанның жарқын болашағы жолында тынбай жұмыс істеуге тиіспіз. Біз кез келген сынақтан сүрінбей өтіп, жеңіске бірге жетеміз. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық белесі бәрімізге құтты болсын.